2026 жылдан бастап салық төлеу тәртібі жеңілдейді. Мемлекеттік кірістер департаменті өкілінің айтуынша арнайы салық режимінің саны 7-ден 3-ге дейін қысқарады. Енді өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтар табысының 4%-ын бір реттік салық ретінде төлейді. Бұл төлемге барлық міндетті жарналар кіреді және есеп беру талап етілмейді. Оны мобильді қосымша арқылы төлеуге болады. Жеңілдетілген декларация үшін айналым шегі жылына 600 мың айлық есептік көрсеткіш. Бұл 2026 жылы шамамен 2,6 миллиард теңге, ставкасы 4%, қосылған құн салық пен әлеуметтік салық төленбейді. Ал шаруа қожалықтар үшін бөлек режим сақталады. Сондай-ақ салық есептілігінің көлемі қысқарады, 39 есеп нысанының 12-сі жойылады, кейбірі біріктіріледі. Егер есеп уақытында тапсырылмаса, ол автоматты түрде 0 деп есептеледі және кейін түзетуге мүмкіндік беріледі. Жаңа жүйеде салықшылар жоспарлы тексеріс жүргізбейді, тек ескерту хабарламасын жолдайды.